Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Гүлсая. Бүгін сіздерге өте оңай әрі дәмді болып шығатын капкейктердің рецептімен бөлісемін. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, бір жасағаннан сәтті шығады. Және де менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып, видеоны соңына дейін қарауыңызды сұраймын. Ең алдымен құрғақ таза ыдысымызға 2 жұмыртқаны жарып салып, үстіне қантымызды қосатын боламыз. Және де венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Міндетті түрде толық құрамын мен описанияға жазатын боламын, төменнен қарай аласыздар. Мінекей осындай ағарғанша кішкене араластыратын боламыз. Үстіне жылы сүтімізді құямыз. Міндетті түрде сүтіміз жылы болуы қажет. Сонан кейін жақсылап тағы да араластырып, үстіне сұйық майымызды қосатын боламыз. Тағы да жақсылап араластыратын боламыз. Байқап тұрсаңыздар, үйдегі бар қарапайым заттардан жасалады. Ендігі кезекте ұнымыздың үстіне қопсытқышты қосып, жақсылап сол илектің ішінде араластырып алатын боламыз. Міндетті түрде ұнымызды осылай илектен өткізіп қосамыз. Бұл өте маңызды. Сол кезде сіздің капкейктеріңіз пышный болып шығатын болады. Осылай аз-аздан қосып, венчикпен араластырып аламыз. Мінекей бізде осындай қоспа болып шығуы қажет. Дайын болған қоспамызды осындай формаларға қойып шығатын боламыз. Егер сізде қағаз форма болатын болса, міндетті түрде соған пісіруіңіз қажет. Өйткені силиконды формаға капкейк дұрыс шықпайды. Ол тек қана кекстерге арналған. Осылай 1,5 қасықтан барлығына құйып шығатын боламыз. Және де 180 градуста 30 минутта пісіріп алатын боламыз. Мінекей біздің капкейктеріміз пісті. Қараңыздар, қағазда қалай піседі және силиконды формада қалай піседі. Міндетті түрде осылай қағазда пісіруге тырысыңыздар. Енді толықтай суытатын боламыз. Ең соңында осындай крем дайындайтын боламыз. Менде дайын крем бар. Бұл шантипа кремі. Сіздерде қандай да бір 30-35% крем болса, соны қолдансаңыз болады. Ең бастысы креміңіз осылай қасықпен ұстаған кезде өз формасын ұстайтындай болуы қажет. Креміңізге творожный сыр қоссаңыз да болады, өте ерекше дәм береді. Бірақ мен дәл осы шантипактың өзіне жасайтын боламын. Өйткені маған осы крем ұнайды. Дәл осылай кішкене ғана бөлігін басқа ыдысқа құйып салатын боламын. Және де бір тамшы ғана қызыл краситель қосатын боламын. Маған бір тамшы жеткілікті. Осылай лопатканың көмегімен айналдырып, қызыл крем жасап алатын боламын. Сонан кейін менде гүл тәріздес осындай әдемі насадка бар. Міндетті түрде осымен жасап көруге кеңес беремін, өте әдемі шығады. Енді кондитерский мешокқа бір жағына ғана осы қызыл кремімізді, ал екінші жағына ақ кремімізді салып алатын боламыз. Капкейктеріміз толық суығаннан кейін менде осындай арналған, капкейкке арналған осындай қағаздар бар. Осылардың үстіне салып, яғни крем жақпастан бұрын осындай насадканың көмегімен ортасын кішкене алып тастайтын боламыз. Олай жасамасаңыздар да болады, ол өз қалауыңызша, бірақ ерекше дәм беретін болады. Мен осылай ортасына сгущенка құятын боламын. Сіздер варенье, варен сгущенка немесе джем қоссаңыздар да болады. Ең соңында осы насадкамыздың көмегімен әдемілеп үстіне креммен гүл жасайтын боламыз. Өте әдемі, дастарханыңыздың сәнін ашып тұратын болады. Үйіңізде клубника болса, осылай бетіне турап қойсаңыз болады, әдемі көрінеді. Менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытып кетпеңіз.